соңғы сабаққа да қош келдіңіз. Бұл қорытынды сабақ, мына курс барысында қамтылмай қалған сұраққа жауап беремін. Одан басқа ең алғашқы сабақтан бастап біз өзіміздің мынау кішкене қабілетімізді анықтадық, сосын екінші сабақта психотипімізді анықтадық, мықты әлсіз жағымызды білдік, икигайымызды білу мақсатында қандай бізге іс-әрекет, қандай жұмыс бізге ұнайды, біз оны қайсын жақсы көреміз, соны анықтадық, қай салаға баруымыз керек, оны да анықтадық. Енді ең басты сұрақтардың бірі, өте жиі келетін сұрақтардың бірі, мінекей мен өзімнің енді психотип барлығын білемін, енді ары қарай не істеймін? Бұл менікі ма, менікі емес екенін қайдан білейін? Неге мен мінекей жақсы көретін жұмысымен айналсам, бірақтан нәтиже шықпай жатыр деген секілді де маған сұрақтар өте көп жиі келуде. Бұл сұрақтың жауабы мынау канадтық журналист, жазушы, мынау үлкен ғылыми тәжірибелік жұмыс жасаған Малкольм Голдуэлл деген кісі бар. Бұл кісінің кітабында «Гений и аутсайдеры, почему всем-всем, а другим ничего» деген кітабында да өте жақсы ашып айтады. Бұл 10 000 сағат ережесі. Яғни бұл кісі зерттеу барысында, егер сен бір саланың шебері атанып, мен сол саланың мастерімін деп атану үшін, белгілі бір салаға сен кемінде 10 000 сағат жұмыс жасау керексің деген тұжырымдама, сонда теория, аксиома бар. Әрине, бұнымен қазір көбісі келіспей де жатады, себебі айтады, кейбір адамдар ол туа біткен талант болады, қабілет болады деп, Бірақтан сіз қаншама өзіңізде мысалдар білесіз. Кейбір адамдар туа біткен қабілеті болса да, оны машықтандырып, шынықтырмағаның кесірінен, мысалы, жарты жолда қалып қойып, өзінің атын шығарамай, нәтиже көрсете алмай жатады, А керісінше түк таланты болмай, дегенмен мынау шыдамдылықтың, тәжірибенің көп жинағанның арқасында өте жақсы нәтижелер көрсетіп жатады. Осы жайлы енді 10 000 сағатта бұл кітапты толық ашып айтылған. Сіздерге бұл кітапты оқуға ұсыныс беремін. Дегенмен сіз егер бір саланы енді бастап жатсаңыз, әрине қазір 10 000 сағат деген ол бірнеше жыл уақыт талап ететін дүние ғой. Дегенмен егер сіз осылан 10 000, яғни 4-5 жыл мысалы фотомен айналып жатқан адам мен енді тәжірибе жинап жатқан адам арасында да қалай болса да айырмашылық болады, Сондықтан егер сіз бірден нәтиже көрсете алмай жатсаңыз, мүмкін ол тек қана тәжірибенің жетіспеушілігінен. Сондықтан бір істі бастап аяғына дейін жеткізбей жоқ, бұл менікі емес деп тастап кету де ол дұрыс емес. Өзіңізді көру, тексеру мақсатында кем дегенде ол салада сіз бірнеше уақыт, бірнеше ай, бірнеше жыл жұмыс жасап өзіңізді көруіңіз керек. Енді жалпы 10 000 сағатты сіздер міндетті түрде біліңіздер. Бұл кез келген салада, мастер атануда өзінің рөлін атқарады. Одан басқа енді қандай да бір сұрақтарыңыз пайда болып жатса, осы платформада, осы сабақтың астында пікір қалдырып кететін бөлім бар. Сол пікір бөлімінде өзіңіздің сұрақтарыңызды қалдырып кететін болсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал ондай болса, өзін тану курсы осымен аяқталды. Аяғына дейін менімен бірге болып, өзін тану саласында, яғни әрбір адам өзін таныса, бұл өте керемет болады. Себебі әрбір адам өзінің нағыз сүйікті, жақсы көретін жұмысын жасаған кезде біз әрқайсымыз өте үлкен нәтижелер көрсетіп, жақсы орындарды иемденетін боламыз. Ондай болса, келесі басқа да сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.